бауырсақ ертегін қуыршақ театры арқылы көрсетеміз. Балалар, біз рөлін бөліп алайық. Светлана Викторовна, мен бауырсақ баламын. Жақсы. Мен аю боламын. Светлана Викторовна, мен түлкі боламын. Жақсы. Онда ертегімізді бастайық, балалар. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Бір күні шалы кемпіріне былай депті. Кемпір, бауырсақ размер берші. Жарайды. Кемпірі қалақшаны қолға алыпты, қамбаның түбін қағыпты, елуішпен елепті, табақшаға салыпты, екі уыс ұн алыпты, ұннан қамыр елепті, бауырсақты пісіріпті. Ол өте ыстық болғансын терезенің алдына қойыпты. Жата бауырсақ терезеден еденге секіріп түсіпті. Содан домалап орманға қарай кетіпті. Жолда бауырсақ қоянды кездестіріпті. Бауырсақ, сені займын. Мені жемешімен саған ән айтып беремін. Атамнан да қаштым, ажынан да қаштым, қойнан да қаштым, қасқырдан да енді қоям, сенен де қашамын. Деп арғарай бауырсақ домалап кетті. Алдынан қасқыр шығыпты. Бауырсақ, мені жемешімен саған ән айтып беремін. Атамнан да қаштым, ажынан да қаштым, қойнан да қаштым. Енді қасқыр, сенен де қашамын. Деп арғарай бауырсақ домалап кетті. Алдынан аю шығыпты. Мен аю боламын. Бауырсақ, мен сені займын. Мені жемешімен саған ән айтып беремін. Атамнан да қаштым, ажынан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым. Енді түлкі, сенен де қашамын. Деп арғарай бауырсақ домалап кетті. Алдынан түлкі шығыпты. Бауырсақ, мен сені займын. Мені жемешімен саған ән айтып беремін. Атамнан да қаштым, ажынан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, аюдан да қаштым. Енді түлкі, сенен де қашамын. Мақтанғанға мәз болған бауырсақ. Мен жақсы екен бауырсақ, насыр еді бұл құлақ. Тұмсығыма сықпақ, айтып қайталап. Мақтанғанға мәз болған бауырсақ түлкінің тұмсығына шығып ән қайталап айтып жатқанда, қу түлкі аузынан ат деп ашып, бауырсақты жеп қойыпты. Балалар, сендерге бауырсақ ертегісі ұнады ма? Мағынасын түсіндіңдер ме? Түсінді. Мақтанса болмау керек. Дұрыс, мақтанса ол жақсы қасиет емес. Мен ойлаймын, енді сендер бауырсақ ертегінен жақсы үлгі алдыңдар. Сенімдімін сендерге. Сау болыңдар. Сау